Қазір бізден талап етеді, сіздің 1 сағаттық уағызыңызды ешкім тыңдамайды дейді. 15-15 минуттан қияйық дейді. Жаңағы 5-5 минуттан қияйық дейді. Оны істейді, сосын ана 5 минут жерінде жаңағыдай әйелді ұру керек деген жерін қиып алады. Сосын айтады, Ризабек айтып жатыр, әйелді ұруға болады деп жатыр. Ой, ана уағызды басынан бастап аяғына дейін тыңдасай. Сосын арыз жазады жаңағы. Мына Ризабектің уағызын тыңдағаннан кейін мені күйеуім ұра бастады деп айтады дейді. Мен айтам, күйеу уағыз дұрыс түсінбесе мен кінәлімін. Көрдім, ана интернетке жазып жатыр. Оның өзін толық тыңдамайсыздар қазір жамағат. Үзет, ана сондықтан мына Айбек бауырларымызға Алла разы болсын, кейде айтады, ұстаз дейді, біз мына қиямыз дейді. 5 минут, 10 минуттық, өйткені қазір жамағат тыңдамайды дейді, 15 минуттық, 30 минуттықты дейді. Не керек сонда сіздерге? Онда бітек пайғамбар дүниеге келді, осындай жылы, осындай айды, осындай. Өлгенін айта салайық. Сонда өзі 2 минуттың ішіне сияды. Оның арасындағы керегіне онда тыңдамасаңыздар. Сүт анасы кім болған, ол қалай емізген, Халима қандай жағдайда келді, қандай мәжбүрлікпен алып кетті.